ba'zılarımız bugünkü okul hareketimizde apalar tilinden amandasmalar ya şarkı şemberden başlar. Ar mısın kayrımda şehirde, ar mısın mihirimde havamda, ar mısın şuğulalı altın, ar mısın muzlu taze su, ar mısın dostlarım, ar mısın apayla. Давайте порадуемся. И птица, а также порадуемся. Улыбчивым лицам и всем, кто живет на этой планете, доброе утро, скажем мы вместе. Доброе утро, hayırlı taң. Жарайсыңдар балалар, отырыңдар. Мен сендерге бүгінгі оқу қызметімізге арналған бір жұмбақша сұраймын. Ал сендер соны табыңдаршы. Құлағы жоқ, көзі жоқ, аяғы жоқ, жылт-жылт етеді, жылғалардан өтеді. Жарайсыңдар балалар, ол су екен. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу әрекетіміз суға арналады екен. Су тіршілік көзі деп аталады. Балалар, тыңдаңдаршы, менің дауысы шығып тұр. Қаны тыныш тыңдайықшы. Жаңбырдың ба, әлде тынық мөлдір судың ба? Тынық мөлдір судың, я? Үріс, балалар, жаңбырға да ұқсайды, бірақ судың дауысы өте үріс. Балалар, қаны енді сендермен суреттермен жұмыс жасайықшы. Мына суреттерді не көріп тұрсыңдар? Айтасыңдар. Үріс суларды көріп тұрмыз. Балалар, мына суретте не балалар? Гүлі. Дұрыс. Түсі қандай? Қызық. Гүл әдемі болып өсу үшін не керек? Су қажет. Өте дұрыс. Бұл не? Сиыр. Сиыр қандай жаны бар? Үй жаны бар. Дұрыс. Сиырға не қажет? Су қажет. Көп су ішсе не береді? Су береді. Өте дұрыс. Мына суретте не көріп тұрсың? Ағаштың түсі қандай? Жасыл. Ағаш осындай жасыл болып, әдемі болып тұрып, жеміске салу үшін не керек ағашқа? Су және жаңбыр керек екен. Я дұрыс балалар. Ал мына жерде не көріп тұрсыңдар? Саңырауқұлақ. Қашан өседі балалар? Көктемде дұрыс. Саңырауқұлаққа не керек? Су керек, жаңбыр керек, я балалар. Ал мына жерде қандай сурет көріп тұрсыңдар? Балалар, кір баланың суреті, я? Дұрыс, лаймен құм ойнап үсті кір болған. Ал енді бұл бала шомылу үшін, таза болу үшін не керек? Су керек. Өте дұрыс. Ал мына жерде қыз не істеп тұр? Қуыршағын жуатыр. Қуыршағын шомылтып жатыр. Дұрыс. Ол қуыршағын қарамай. Молодец, шапақтап қояйық. Асия келағым. Әдемі тұрып, апайларға қарап айтып береді. Сіздің қайда мөлдір суға қондың, жолсан сен әрдайым, таза бетімандай, тазалықтың досы, су дегеніміз болсын. Жарайсыңдар. Ал енді біздің балалар Махамбет елге білер, я? Кәні Арманды шақырамыз. Және Жасминаны шақырамыз. Келіңдер ортаға. Су ішкен құдыққа түкірме. Молодец, су ішкен құдыққа түкірме. Судың бетін ашық қалдырма. Жарайсыңдар, отырамыз. Мен айтпаған. Балалар, бұрын бізде мынандай жылғалардан су ақпаған. Бұрын бізде құдық болған, я? Жерінің астын. Қазір сол арқалы су алған адамдар. Сол үшін бұрынғыдан мақал бар. Суының құдыққа, су ішетін құдыққа түкірме деген мақал содан келген балалар. Су қарда болады екен, теңіздерде болады екен, мұхиттарда болады екен, будан су болады екен, туман болса су болады екен, және көлдерде, мұздарда су болады екен, я балалар. Біз өткенде тәжірибе жасағанбыз, я? Қарды ішке алып кіріп қойған едік. Неге айналып қалған еді ол? Суға айналып қалған. Демек, қарды ішке алып кіргенімізде қар еріп суға айналған тәжірибені көрсеткен едік. Көлге
екенін қосып ерітетін болсақ, судың қасиеті бар ерітетін. Және су сұйық болады, судың пішіні болмайды. Қазір біз солар туралы тәжірибе жүргіземіз. Қане, қазір мына менің зерттеушілерім шығады, бірге зерттейміз, иә балалар? Қане маған. Мариям келсін, кішкене Мариям. Мына жерде не көріп тұрмыз? Су және сүт көріп тұрмыз, иә? Сүттің түсі қандай? Ақ болып тұр, иә? Енді қараңдар. Сүтке де қасық салам. Қасықтың түсі қандай? Қызыл. Енді қасықты суға салам және сүтке салам. Қараңдаршы, сүтте қасық көрініп тұр ма? Жоқ. Ал судашы? Көрініп тұр, иә? Демек су қандай? Мөлдір, таза мөлдір екен, иә? Жарайсыңдар. Бірінші тәжірибе көрдік, суымыз мөлдір, таза, тынық екен. Ал енді балалар екінші тәжірибемізге мына тас салып көреді. Мына жерде мына тас сендерде. Қаны, тасты салыңдаршы, суға батады ма, батпайды ма? Салып көріңдерші. Салыңдар. Қаны, тас батты ма? Не үшін батты? Қалай ойлайсыңдар? Молодец, өткені тас ауыр, ал су жеңіл. Я балалар, қан отырында алларыңа бар көрсетем. Жарайсыңдар, отырыңдар. Мына үшін тас суға батты. Мына суымыз мөлдір, таза болып тұр, көрдіңдер ме? Мына тас көріп тұрмайсың, не мөлдір? Бірақ батты, я көрдіңдер ме? Су береміз балалар. Бірінші суды кішкене ішіп көреді. Ішіп көріңдер, судың дәмі бар ма, жоқ па? Айтасыңдар. Қан айтыңдаршы, ішіп. Судың дәмі бар ма, тәттісі бар ма? Ішіп көріңдерші. Ішіп көріңдер екеуіңді. Ішіп көр, кішкене бөлшат. Болды. Ал енді айтыңдаршы, су тәтті ма, дәмі бар ма? Жоқ, я, дәмі жоқ па? Енді мына бөлшат тұз араластырады. Тұз салып кішкене араластырады. Ал Раяна шекер салып араластырады. Қаны суға араластырыңдаршы екеуің. Кейін айтасыңдар, қандай дәм болды? Араластыр. Қорқпаңдар, араластырыңдар. Молодец. Жарайсыңдар. Енді бөлшат ішіп көр суын. Қандай болды? Су қандай болды? Тұзда іші болды ма? Раяна, сенің суың қандай болды? Ішіп көр, айт. Қандай болды су? Тәтті болды ма? Жарайсыңдар, отырыңдар енді сендерді. Қаны балалар, демек судың балалар дәмі болмайды екен. Егер оған қандай дәм қоспасын қосатын болсақ, суда сондай дәм болады. Лимон қышқылын қоссақ, лимонның дәмі келеді. Алманы соғын қоссақ, алманың дәмі келеді. Шекер салсақ, мына тәтті болды, отыра бер. Ал тұз салсақ, ащы болды. Көрдіңдер ма балалар? Үйде де сондай тәжірибе жасап көрсек болады. Сендерге қойып көрсетейін тағы. Судың пішіні болмайды дейміз ғой, я? Қазір мен мынандай пішінге қоямын. Қараңдар, су дәл сондай пішінге айналып қалады екен. Көрдіңдер ма? Судың пішіні болмайды екен. Мына қандай неге қойсақ та, тарелкаға қойсақ, тарелканың пішіні болып қалады. Егер кесеге қойсақ, кесенің пішіні сияқты беті домалақ болып шығады. Суда пішін болмайды екен балалар. Енді бояу қосып көрейікші. Ұлдана кел ау.
Жарайсыздар. Енді тез орнымызға барып тығыламыз. Болды. Балықтан шығатын не ол? Ne aktan? Neyle koysunlar? Evet canım. Tamam mı? Cansın. Bir sudan aslında sürekli çöktü. Öte kiremiyet var ya. Aya bu okuyacağım. Can senin ayakın Қазір сұрақ қоямыз сұрақ. Кім жауап береді сендерден? Бұрышқа жабыстыра берсеңдер. Жабыстыра берсеңдер. Әне жабыстырып. Ой, жарайды. Дәмек бұл. Астыға қарау керек. Молодцы. Давайте меняем. Міне. Жабыстыр. Секунд давай. Астыға қарай. Сұрақ қояйыншы маған. Қане қалғанда кім санап береді? Қанша не бар? Мынау не өзі? Мынау не жабыстырған? Жамбыл ма? Жамбылдың несі? Қанша тамшылары бар екен? Жаңа есептеңдерші мектептер. Қанша? Тамшы. Қанша бұлт бар екен? Ой, bulut қанша бұл? Жарайды. Aha, sosun. Su, sosun. Және? Су қажет. Аққоқыстарымызға не қажет? Су қажет. Ағаштарға не қажет? Адамдарға не қажет? Не үшін адамдарға су қажет? Ішу үшін тағы да? Шомылу үшін. Қол көтеріп. Тоқтаңдар, сендер бүйтіп басыңдар. Қол көтер. Не үшін? Кеше жуышы итсі. Бір жерге салу үшін. Тамаққа қосу үшін. Ағаштарға. Шомылу үшін. Ыдыстарды жарайсыздар. Балалар. Иә, сусыз өмір сүруге болады екен ба, балалар? Жоқ, болмайды екен. Өйткені біздің адамның организмі 67% өмір сүрсек су арқылы. Ал мынандай бізде ағашта 90% судан жарайды. Қолөнерін жасап келген жан саяны ортаға шақырамыз. Алғысымызды білдіреміз, иә, мамасына. Қараңдаршы, қандай әдемі қолөнер жасап келді, иә? Сендерге ұнады ма? Иә. Жансая? Жансаяның мамасына рахмет. 5 деген баға қоясыңдар ма? Жарайсыңдар. Молодец, шапақтап қоясыңдар.